Енді мен жайлы, Бауыржан, мен жайлы немене қойшы. Толық білетіндеріңіз бар ма? Мен Ахметбек Нұрсұлтан танитындарыңыз түгел көріп жүргендеріңіз. Біраздарыңыз білесіздер, біраздарыңыз жайлы тағы да ендеше. Қазір қысқаша бір 2 минуттық бір мен жайлы хабарлама бар, ролик. Өйткені бізге кім осылай жинап сабақ бермекші, мен сіздерге тапсырма берем, сұрақтарыңызға жауап берем, соны дұрыс қабылдау үшін лекторды, спикерді айтып отырған адамды жайлы мағлұмат болғаны дұрыс. Қысқаша тұрады, мен қысқаша айтып кететін болсам, мен Шығыс Қазақстан бұрынғы Семей облысы, Үржар, Науал деген ауылданмын. 8-ші сыныптан кейін осы қалаға кетіп қалғам, қазақ мектебінде оқығам. Орысша 5 ауыз боқтық сөз ғана білетінмін. Таза қазақтың ауылында, содан кейін осында индустриальный техникум деген техникум бітірдім, ағаш өңдеу жағынан. Содан кейін әскерге кеттім, әскерге кеткеннен кейін технолог, бригадир, технолог, мастер болып, цех бастығына дейін көтеріліп, түрлі қызметтер атқардым. Содан кейін Совет өкіметі деген үлкен империя болды. Соцлагерь, лагерь дегенде біз пионерский лагерь деп түсінетіміз, оказывается, ол шынымен лагерь, шынымен түрме екен. Үлкен түрмеде отырған екенбіз. Сол түрме жабылы құлап, есік ашылған кезде ең біріншілердің бірі болып, мен немеден мойымда қамытты шешіп, жалдамалы жұмыстан кетіп, бірден есімде Семей қаласында ең ашылған 7-ші қазаққа қасиет сан ғой, 7-ші болып ашылған гарантия деген мен шағын мекеме, ИП деген, ол кезде малы предприятие дейді. Енден рұқсат берген, оны ашудың өзі қиямет қайын болатын, сол ИП-ны ашып шығып кеткен болатын. Монғолиядан, Қытайдан келген қандастарыңыз бар ма? Бар екен біраз, мен де атам 28-ші жылы конфискациядан қашып Қытайға кеткен, 55-ші жылы елге қайтқан, бірақ мен 61-ші жылы жақта өмірге келген екенмін. Оны айтып отырғаным, сол ана Совет өкіметі құлаған кезде менің үлкен қызметте жүргем, цех бастығы болып. Ол кезде пәтер алу деген өте қиын болатын. Естеріңізде болса, Алматыда қазақтардың айтатын ғой, орыстың баспанасы, ұйғырдың асханасы, қазақтың астанасы деп айтады екен Алматыны бұрын. Өйткені бүкіл Алматыда жалғыз қазақ мектебі болған. Қазақтарда мүлде пәтер деген, үй алу деген өте үлкен арман болған. Енді жас үлкен адамдар кішкене біледі, Совет өкіметінде өмір сүрген адамдар. Сол сияқты Семейде де пәтер алу деген өте қиын болған. Мен бірақ кезектен тыс, сол кезде Қазақстандағы ең мықты жас рационализатор, мына өнертапқыш болып, Мәскеуге жолдама алып барып, кезектен тыс пәтер алған бір бөлмелі. Ол деген өте бір 40 бәленбай адамның үстінен аттап өтіп, немістер, орыстардың үстінен аттап өтіп, үлкен соғыс болып, бәрі бермейміз, через мой труп дегенде де маған, мен сол жұмыстан кетіп, басқа трескке барамыз дегенде, мен алып қалған сол өнертапқыштық қасиетім үшін. Содан кейін мен әке-шешемді өзіме үйге тіркетіп, 2 балам болды, 4 бөлмелі үйді әне-міне алам деп тұрған кезде, соны қолымды бір сілтеп, жұмыстан қамытын шешіп шығып кеткем. Нағашыларым маған әлі есімде ұрысқан, мынау кооператив деген бұл құлайды, сен үй алып далада қаласың, неге үй алып алмадың, осындай қызметке көтерілдің дегенде, мен ойладым, мен бас бостандығы маған артық деп. Қазір қарап отырсам, ол неге десем, менің санамда сондай құлдық сана болған жоқ екен. Өйткені менің атамда құлдық сана болған жоқ, әкемде құлдық сана болған жоқ. Мен жаратылған кезде менің санамда құлдық сана болған жоқ. Маған ана үйден гөрі, үлкен қызметтен гөрі бас бостандық артық болған екен. Кейіннен ойлап отырсам, соны қарап отырсам, мына Қытайдан келген, Монғолиядан келген қандастарымызда, әсіресе Монғолиядан келген қандастарда да құлдық сана жоқ та, келе салысымен соның 80-90% кәсіпкер. Келісесіздер ме? Монғолиядан келгендер 80-90% кәсіпкер. Неге десеңдер, оларда ең біріншісі адамға тәуелсіздік. Ал енді 70 жылдық Совет өкіметі лагерьде отырған кезде бізге біреуге жұмыс істеу, өкімет өлтірмейді, бір қызмет істеу, жалақыға тұру деген біздің санамызға кіріп қалған. Қазір сіздерге бір видеоны көрсетемін, сол кезде өздеріңіз түсінетін боласыздар. Содан бастап, мен 94 жылдан бастап кәсіпте келе жатырмын. Ең алдымен саудадан бастадым. Енді ол кезде көшеде естеріңізде болатын болса, киоск деген нәрсе жоқ болатын. Әуелде жекеменшік КамАЗ деген, жекеменшік УАЗик деген түсінік жоқ болатын. Бір Жигули, Москвич сатып алу үшін 15-20 жыл кезекке тұратынбыз. Бір Палас сатып алу деген, қазір қарасаң көрінген жерде біраздан кейін жуға ерін далаға лақтырып тастайтын Палас алу үшін әке-шешелерімізден автолапшықтың соңынан жалынып, соның табанын жалап жүретін. Сондай заман бір кездері болған. Сонан кейін саудадан бастадым, сол бір Казбакалей торг деген бір еврей сатып алып, соның ішіндегі бір дефицит товарларды оған ет өткізіп,
Соның кейін сол жерден дефицит товарларды алып, индийский шай деген, шай алу деген бір қиямет қайым болған. Естеріңізде шығар да? Үлкен да, индийский шай алу деген, бір шай алып ішу деген үлкен бір таныс блат керек болған жағдай болған. Соларды сатып, содан алғашқы табысым таптым. Содан кейін жанар жағармай бекеттерін, мына нефтезаправкаларды қойдым. Шығыс Қазақстанда, Семейде, Өскемен, Семей, Аягөз, Үржар, Бақтыға дейін. Содан кейін барып 94 жылы ет комбинатын сатып алдым. Ол Үржарда банкрот болды. Семейдің ет комбинаты бүкіл Союздағы екінші орын алады. Өте үлкен, әлемдегі үлкен комбинаттардың бірі болған. Бәленбай мың адам, есімде жоқ, 7-8 мың адам жұмыс істеген. Соның Үржардағы бөлімшесі банкрот болғаннан кейін бір жыл тоқтап тұрды. Соған аукцион жариялады, 1 миллион 200 мың доллар. 94 жылы ондай ақшаны қолмен ұстамақ тұрмақ адамдар естуге шошитын, 1 миллион доллар деген. Соған тәуекелге бел барып, байлап, мен барып әгіні 5-6 компания қатынасты. Соң кейін мен о кезде жақсы бір жұмыстар істеп, Роза Рымбаеваның концерт ұйымдастырып, Семейде біраз атағым танылып қалған Семейдің қаласында бір 7-8 жанар жағармай бекеттерін жасап, соның кейін комбинат маған берді. Берген кезде төлейтін ақша жоқ болды. Аренда с последующим выкупом деп. Арендаға барасында бір жылдың ішінде 1 миллион 200 мың долларды ақшаны жауып шығу керек болды. Соны абыроймен жауып шығып, сол ет комбинатын жекешелендіріп алдым. Артынан содан колбаса шығардық, Швабский колбаски деп, сол 94 жылдан бері әлі күнге дейін істеп тұр. Содан кейін келесі жылы, бір жылдан кейін бір адам қойдың терісінен манто, цигейковый тон болған, үлкен кісілер біледі, жастар біле қоймайды да. Мына ақ қойдың терісін, сол кезде норкасы сол болатын. Норкыны о кезде мыңнан біреу ғана, миллионнан бір адам киетін норкыны. Солай ғой да. Сол қойдың, ақ қойдың терісінен жасайды. Қазір қайтадан модаға айналып келе жатыр екен. Соны бір адам әгіні алып кеп, әгіні тіккенін көрсетті. Қай жерде тіктің десем, көрші бір совхоздың директоры, осы бір осылай тігіп жатырмын деп. Қанша десем, әгі 500 доллар әгі манто. Соған кететін жетақ тері кетеді. Сол кезде бір теріні біз Қытайға 3 доллардан сататынбыз. 3 доллардан 7 тері сатсаң, соның кететін шикізат 21 доллар екен. Әгіні өңдеп сатсаң 500 доллар екен. Мынау не деген сұмдық деп, әгі жерде тест тон цехын ашуға бел байладым. Семейде үлкен Кожмих объединение деген болған, өте үлкен, бүкіл Союздағы ең үлкен. Өйткені бүкіл қой Қазақстанда болды ғой, 50 миллион қой болды. Соны өңдейтін 7 мың адам жұмыс істейтін, өзінің аумағы жарты қаланы алып жатқан Кожмих объединение болды. Соның ішінен 50-60 шағын ана сонда істеген адамдар тон тігетін цехтар ашқан. Соның ішіндегі бір адам маған ақшасын төледі, цех салып берді. Біз сол 2 жылдың ішінде сол 50-60 комбинат басып озып, Қазақстанда нөмір 1 болды, қазір көрсетем. Семей, соның кейін ағығы Кожмих объединениенен үлкен алып неменен біз сатып алдық. Жұмағаз деген досым екеуміз. Сол кездегі біздің тонымызды бір Астанада 96 жылы ма бір көрме болып жатқан кезде қар жауып кетті да, Венгрияның президенті көрмеге келген, костюммен келген екен, соның үстінде кигізген болады. Міне қазақстандық өнім деп. Біз әлемдік деңгейге көтердік. Тон цехын мен Турциядан түріктерді алып кеп, соның кейін 98 жылы Павлодарда жиһаз фабрикасы 4 жыл тоқтап тұрған екен. Үлкен жиһаз фабрикасы, 1000 адам жұмыс істеген, 17 гектар территориясы бар. Соны іске қоса алмай жатты. Өйткені 97 жылдары Павлодар қаласында, облыс орталықтарында квартираның бағасы 1000 доллар болатын. 1000. Естеріңізде ме? Алматыда 5000 доллар, квартираның бағасы 1000 доллар болып, дүниенің құрып қат болып тұрған кезі, о кезде мысалы жиһазды шығару мүмкін емес болды. Өйткені жиһаз шығарсаң өзінің құны 1000 доллар кетіп қалады да. Әшейін қарапайым бір спальный гарнитур дейді, төсек орынның бағасы үйдің бағасымен бірдей болып тұрған кез болды. Қазір жастарға санасына сіңіре қою қиын. Бір кухонный гарнитурдың бағасы үйдің бағасымен бірдей болып тұрды. Әуелде үйдің бағасынан қымбат болып тұрды. Сол кезде өндіріске бару деген бір ақымақтық болды да. Сол кезде есімде сол қалаға менің жолдасым әкім губернатор болып барды, Жақиянов деген. Сол айтты, бір рет мен барған кезде, мен кезінде осы индустриальный техникумның жиһаз өндірісін бітіріп шыққам. Мебельное производство. Ахметбек, сенің мысалы мясокомбинатты жолға қойдың, оңген нефтезаправканы жасадың, нөлден бастап тон цехын 250 адам жұмыс істеп, біз нөлден бастап жасап шығардық, Семей тері деген. Енді сен осы жиһаз фабрикасында алсаңшы дегенде мен көрдім де өте үлкен екен. Айттым, мынаған өте көп қаржы керек, өте көп, және де қазір жиһаз деген ешкімге керек жоқ, қазір үйдің бағасынан олай болып тұр дегенде айтты, сен шаман келеді. Аблязовқа айттым, Калиев дегенге айттым, қанша кәсіпкерлерге айттым, ана жігіттерге мен орынға әкеп берсін деп айтыңдаршы, Бауыржан, түрегеп тұрғандарға. Қанша адамдарға айттым, ешқайсысы басып бармайды, сен осыны алып көрші деп маған өтініш жасағаннан кейін, шындығында мен басқа да өндіріс орындарым көп болды, бірақ
енді айтып тұрғаннан кейін осы өндірісте енді бір кездегі жиһазбен айналысқаным, өзім столер болып, мастер болып, бригадир болып жұмыс істеген тәжірибем бар. Алсам алайын деп соны барып алып, оны да біз абыроймен жақсы деңгейге көтеріп, итальяндық деңгейде итальянецтермен жұмыс істеп, Хевенхаус деген маркамен шығарып, біз әуелі Ресейге шығарып сата бастадық. Новосибирскіде лучшая деген немен алдық, лучший мебель Сибири деген атақ алып, Қазақстанның бүкіл қалаларында Хевенхаус деген атақпен шығара бастадық. Бірақ сол кезде саясат араласты. Рахат Әлиев деген білесіздер, марқұм қайтыс болды. Сол бүкіл қай жерде мекеме дами бастаса, соған өзінің тырнағын батырып, соны тартып алып, соны біздің фабрикаға сол немене жағдай келді. Мен сол фабриканы беріп, бас сауғалап Қытайға қашып кетуге мәжбүр болдым. Қытайда 2 жыл жүріп, 2009 жылы сол Қытайдан қайтадан қайтып келдім. Фабрика сол кездегі былай енді тек қана қойма сияқты сатып жерсе, бір квадраты, мысалы, сол кезде есімде жоқ, 10 миллион доллардың дүниесі болатын. 17 гектары, 30 мың квадрат неменесі бар. Өндіріс орны 30 мың квадрат. Өте үлкен. Ал енді бизнес ретінде сатса 20 миллион доллардың маңайында болған, бірақ бастан құлақ садаға деп маған басым амандығы керек. Генри Фордтан айтқан екен, егер сенің заводың, фабрикаң өртеніп кетсе не істейсің дегенде, мен қорықпаймын, өйткені менің байлығым завод, фабрика емес, менің байлығым басында кез келген уақытта қалпына келтіріп аламын деп. Мен де сол кезде сондай үлкен қорқыныш болып қойған жоқ. Енді сотталып кетпесем болды дедім, өйткені КНБ, Финполиция, прокуратура, Верховный сотқа келіп, бір күннің ішінде 7 тексеруші мекеме келген. Пожарниктері бар. Іс қозғау керек болды да, Рахаттың ол кезде КНБ-де замбоп, то есть КНБ-ның орынбасары болып тұрды. Мен айттым, басым аман қалса, мынаны алыңдар, маған ештеме керек жоқ деп. Өз отбасымды асырай алатындай, кез келген уақытта бизнес ашып алатыныма нөлден болса да көзім жетті, ешқандай қорқым жоқ. Қытайдан қайтып келгеннен кейін қайтадан қымыз өндірісімен айналыса бастадым. Қазір қайтадан жиһаз ашып жатырмыз. Сол ет комбинатым сақталып қалды, оны басқа ағалардың атында болғандықтан оған тиісе алмады. Содан кейін осы менің бір өз қол астымда істеген бір қаржымен айналысатын қазір өте үлкен кәсіпкер. Шымкенттен қазір 30 миллионнан астам долларға менің туған балдызым мына пластмассадан немен өндіретін, переработка жасайтын үлкен завод салып жатыр. Ол пушно-меховой техникум бітірген. Пушно-меховой техникум деген техникум болған. Қарапайым соны бітірген азамат қазір 30 миллион астам долларға Шымкенттен завод салып жатыр. Тек қана ол емес, осы Алматыдан салды. Бүкіл Москвада, бүкіл Қазақстанда компания немелері бар, ана сантехника, бүкіл құралдар сатады. Ана айдын сонымен бірге жұмыс істеп жатыр. Қарапайым студент кезінен бастап мен қол астымда істеген. Мен Қытайдан келгенде сол Ресейден бір немелер шақырды, тренерлерді. Осы бизнес тренерлерді. Архангельский, Гандапас деген атақтыларды шақырып, соңген мені шақырады, Ақаяға дейді, сізде қатысасыңызшы деп. Бір тренингісі, осылай бір күндік тренингілері, кейде бір 2 күндік болады, $1000 тұрады Гандапастікі. Соған бір рет қатынастым, қатынасқаннан кейін енді бір жағынан көңілін жықпайын деп, бір жағынан шындығында заман қайда кетіп бара жатыр, осыларды тыңдайыншы деп. Сонда Арина айтады, ағам, сіздің осынша жылдық тәжірибеңіз бар. Мен өзім стратегический менеджментте кітап жаздым. Қытайда 2 жыл жатқан кезде мына Гарвардтың өзім кітап оқуға өте құмармын. Менеджмент, маркетинг жайлы, қаржы жайлы көптеген кітаптарын оқыдым. Фабрикада жүрген кезде 4 жыл итальянецтермен жұмыс істедім. Өте тығыз жағдайда жұмыс істедім. Итальянецтер келіп маған кеңес беріп отырды. Кеңесіне бір келгенінің бір күніне $1000 ақша төлеп отырдым. Македа деген, Джанни деген 2 мықты керемет итальянецтер болды. Өндірісті де қаржы жағын бәрін білетін. Өйткені біздің 100 жылға қалып қалған, 100 жылға емес итальянецтерде мүмкін 500 жылға қалып қалғанымызды көрдім. Олар келіп кеңес бермесе, біз алға жылжи алмайтынды көзім жеткеннен кейін соларға кеңес беруге алуға мәжбүр болдым. Содан кейін Канададан, Америкадан профессорлар, олар тегін береді, оларды волонтер дейді. Волонтерлар пенсияға шыққаннан кейін бір профессорлар, бұрынғы бизнесмендер, бір жағынан олар мына барлауға шпион болып келеді, оны мен білем, өйткені олар келіп ішкі біздің неменемізді көру керек, халықтың ментальнесі, әлеуметтік жағдай қалай деген сияқты. Бірақ білімдерін береді. Оларға ақша төлеп керегі жоқ, қонақ үйін төлесең, тамағын төлесең, келіп кеңесін береді. 2 айдан 3 айдан солардан көп білім жинадым. 2 жылдан астам түріктермен жұмыс істедім. Түріктер кәсіпкерлермен, қытайлармен жұмыс істедім. Сол жинаған білімдеріңді, аға, сізде неге бермейсіз? Өйткені қазақша тренинг жоқ, қазақша осындай білімі бар адамдар аз, және де олар орыстардікі бірінші қымбат, және де бәрі түсіне бермейді. 2-3 күнге келіп айтып кетеді дегеннен кейін осы бизнес бастауды
ашқан себебім сол болатын осыдан 2,5 жыл бұрын. Қазір Аллаға шүкір жақсы, деңгейі барған сайын көтеріліп келеді, қатынасушылар. Қазір 1000-ға жуық адам қазіргі міне ағымда оқып жатыр. Біз өз алдымызға мақсат қойдық, 100% нәтижеге жеткіземіз деп. Енді қазір мына онлайн трансляцияның көмегімен бүкіл Қазақстанды оқытуға керемет мүмкіншілік бар. Осы мүмкіншіліктерді қолданып жатырмыз. Әрине, бірден көп адамдар ойлайды, бизнес жасау деген оңай шаруа емес. Бизнес жасау үшін адамда арнайы білім болу керек, арнайы бір айналымдағы ақшасы болу керек деген сияқты көптеген сондай қиыншылық түсініктер деген түсінік бар. Өйткені егер оңай болса, ешкім өзі екі немене бар ғой. Не жалданып жұмыс істейсің, не өзіңе жұмыс істейсің. Солай ғой да? Өзіне жұмыс істейтін адамдарды кәсіпкер деп айтады, жалданып жұмыс істейтін адамдарды жалшы деп айтады. Өйткені жал ақы деген сөз екі немеден тұрады. Солай ғой, жалшының ақысы деген сөз. Келісесіздер ме? Ешкім жалшы болғысы келмейді. Егер оңай болатын болса, неге елдің бәрі кәсіпкер болып кетпейді деген сұрақ көкейлеріңізде тұр, солай ма? Егер керемет оңай болатын болса, кім жалшы болып, бір 50-60 мың теңгеге медсестра болып, болмаса таксовать етіп, болмаса мұғалім болып, тағы слесарь болып, офис менеджер болып, бухгалтер болып жүретін еді, егер айына 1 миллион теңге тауып, тағы да өзің ешкімге бағынбай сондай оңай болатын болса деген. Сол сұрақтарға жауап беру үшін бүгін еркін түрде өтеді. Біраз презентациялар дайындадым. Көңілдеріңізде бар, қандай сұрақтар бар, бәрін қойыңыздар. Менің 30 жыл жинаған, теория жүзінде жинаған білімдерім, кез келген сұрақ бизнеске қайлы. Қаржы жайлы, юридический, бухгалтерия, экономика, логистика, менеджмент жайлы, персонал жайлы, мотивация жайлы, сала таңдау жайлы. Кез келген сұрақтарыңызға мен қанағаттандырарлық жауап бере аламын деп ойлаймын. Мен осы жерде отырып, бір аптама, бір ай тоқтамай сөйлеуге жететіндей білімім бар. Енді ол білімді о дүниеге арқалап кеткеннен ештеңе шықпайды. Сондықтан барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің деп Шәкәрім бабамыздың айтып кеткені бар. Міне, адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта оны біл, талаптан да білім мен өнер ізден, өнерсіз, білімсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба, мәнсәптің тағы үшін, нәпсіңе билетпе, басыңның бағы үшін, өміріңді сарып қыл өлгеніңше, жоба тап, жол көрсет, келешек қамышын, қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді тірлікте бергейсің, ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт, осыны мәңгілік өлмейсің деген екен. Осы өлеңді менің командамдағы қыз-жігіттердің бәрі жатқа біледі, тек қана жатқа емес, саналарына сіңіріп, біздің өмірлік мұратымыз осы ғибрат алар артымызға із қалдыру. Сонан кейін мына жерде көріп отырсыздар, Алаш ардақтыларының суреті. Алаштың ардақтылары кешегі жандарын пида қылып, мылтықтың қарауылында тұрса да, жанталасып, Ахмет Байтұрсыновты 90 рет апарып түрмеге қамаған екен. Әрбір жазған мақаласына дейін, әрбір айтқан сөздерінен кейін сондай жандарын азап көрсе де, тірі болсам қазаққа жұмыс істеп, еңбек етпей кетпеймін деп Әлихан. Ал енді Мыржақып қалғанша жарты жанқан мен сенікі пайдалан, керегіңе жара салаш деп. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп. Мен қазақтың тағдыры үшін мен өмірімді пида қылу керекпін. Қараңғы қазақтың көгіне өрмелеп шығып күн болып біз емес, мен деп Сұлтанмахмұттар айтқан екен. Біз солардың ісін алға апаратын ұрпақтарымыз деп өзімізді солай деп санаймыз. Қалай мүмкін біреуге өте үлкен сөздер болып көруі мүмкін. Өйткені олар да біз сияқты ет пен сүйектен жаралған қарапайым қазақтың азаматтары болған. Бірақ кеуделерінде, саналарында елге, халыққа қызмет істеу, өзің үшін ғана жұмыс істесең, өзі үшін оттаған хайуан болғаның дейді Абай атамыз. Сол хайуандық деңгей емес, адамгершілікке дейін көтерілген Алаш ардақтыларының ісін алға жалғастыру біздің парызымыз деп осындай түсінігі бар. Мен жастарды маңайыма жинап жатырмын, елге, жұртқа қызмет істеу.